Қайырлы күн достар, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен осындай керемет жұмсақ болып пісетін дәмді синнабон булочкасын әзірлейтін боламын. Ол үшін ең алдымен бір жұмыртқамызға майды салып, оның үстіне 2 қасықтай қаймағымызды қосып, содан кейін 4 қасықтай қантымызды қосып, барлығын араластыратын боламыз. Және де осының үстіне жылы үй температурасындағы сүтті құйып, оның үстіне ашытқы саламыз 1 қасықтай. Мінекей осылайша барлығын қасықтың немесе миксердің көмегімен осылай араластырып аламыз. Енді осының үстіне сеткіден өткізілген ұнымызды себелеп саламыз. Және де оны қасықтың көмегімен араластыра отырып, одан кейін қолдың күшімен қамырымызды, тестімізді илейтін боламыз. Мінекей тестіміз қатты болмауы тиіс, орташа жұмсақ болып иленуі қажет. Енді мен осы тестіні 2 сағат, 2,5 сағатқа бетін жауып қойып қоямын, көтерілгенше. Мінекей менің тестім көтерілді, қамырым. Енді осыны қазір пайдаланатын боламыз. Мінекей осылайша 2 бөлікке бөліп алдым. Мінекей ол қатты жұқада емес, қалыңда емес, орташа қылып, оқтаудың көмегімен жазып, одан кейін оның үстін майлап, содан кейін шекермен, қантпен, яғни корицті араластырып себелейтін боламын. Енді осыны жайлап, орап, одан кейін жіптің көмегімен кесемін. Өте оп-оңай, үйдегі бар заттармен әзірленетін осындай керемет синнабон булочкасын сіздер де жасап, отбасыларыңызды, үйлеріңізді, үй-іштеріңізді қуантсаңыздар болады. Және де осыны 180 градуста 25 минутта мен пісіріп алатын боламын. Енді мінекей барлығын формаға салдым, астына пергамент қағазын төсеп, енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамын. Мінекей 180 градуста 25 минутта осы булочкалар барлығы пісіп шықты. Өте керемет, дәмді. Сіздер де жасап қараңыздар, және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Бекзат, сау болыңыздар.